Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет салат әзірлейтін боламыз. Яғни жасау жолы өте оп-оңай, тез дайын болатын салат түрін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге құрамына керек заттармен таныс болайық. Тауықтың төс еті қажет болады, қияр және қызанақ, осындай горошек қажет болады және соя тұздығы қажет болады. Ең алдымен осылай тауықтың төс етін алып, ұзынша үлкен бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай ірі турағанымыз дұрыс. Сонда салаттың ішінде әдемі болып тұруы үшін. Міне турап алдық, енді оны ыдысымызға салып аламыз. Ендігі кезекте қиярды да дәл солай ұзынша етіп бөліктерге бөлеміз, қатты майдаламаймыз. Байқасаңыздар, біз құрамындағы заттардың барлығын үлкен бөліктерге бөліп шығудамыз. Міне оны да турап дайындап алдық, ыдысымызға салып аламыз. Ал ендігі кезекте қызанақты да турап аламыз. Оны дәл осылай ортасынан бөліп, ұзынша етіп үлкен бөліктерге бөліп турап шыққанымыз дұрыс. Құрамына керек заттардың барлығы өте оп-оңай, әп-сәтте әзірленеді. Яғни тауықтың төс етін алдын ала қайнатып дайындап қойсаңыз, осы қалған заттардың барлығын турап дайындала салатын оп-оңай салатымыз міне дайын болуда. Тіпті бір-ақ минут уақыт кетіп әзірленетін салат бұл. Енді оның үстіне осылай жасыл бұршағымызды, яғни горошек деп айтамыз, соны қосып шығамыз. Әрине, жасыл бұршақ көп қосылса өте дәмі де дәмдірек болады. Міне құрамына керек заттың барлығын қосып алдық. Енді татымына қарап тұз қосамыз және аздап паприка қосып жібереміз, шамалы ащы дәм беріп тұруы үшін. Және осылай бір бас сарымсақты да майда етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Және кез келген аскөкті қосып, үстіне қызып тұрған майымызды осы дәмдеуіштердің үстіне аздап қосып аламыз. Міне салатымызды енді жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, өте жылтырап, дәмді, сочный салаттарымыз біздің дайын болды. Осылай міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Кешкі асқа немесе тамақпен бірге жейтін асқа өте таптырмас салат деп айтуға болады. Міне барлығын осылай ыдысымызға салып, дастарханға тарта берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің YouTube арнамыздан сіздер дәмді ас әзірлеуді, қарапайым заттардан жасап үйренуді үйренетін боласыздар. Ал ас болсын біздің көрермендеріміз.